Армысыздар, сіздермен бүгін осындай балғын, яғни свежий деп аталатын салат, немесе ПП салат әзірлейміз. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал енді салатты жасауға кірісейік. Алдымен салат шөбін осылай жегенге ыңғайлы қылып орташа бөліктерге бөліп аламыз. Салат шөптерінің түрі өте көп, мен осындай түрін қолдандым. Және де бұл салат шөптері балғын, қытырлап, яғни хрустящий болуы үшін алдын ала 1 сағатқа мұздай суға салып қойыңыздар. Келесі бізде пияз. Осылай майда бөліктерге бөліп алып, оны қолмен арасын ашып барып мискаға саласыздар. 3 қызанақты орташа бөліктерге бөліп қосамыз. Ал енді соусқа кірісейік. Кішкене 2-3 қасық оливковый майға 1 қасық сірке қышқылын қосамыз. Жарты қасықтай қыша горчица, 2 чеснок, жарты қасық шекерді қосып араластырамыз. Қышаны талғамдарыңызға қарай қосыңыздар, себебі ашты болып кетеді. Енді салатпен 1 қалыпты етіп араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Енді сырды әзірлейік. Фета сырын осылай бөліктерге бөлеміз. Мен үшбұрыш қып бөлдім, сіздер өз қалауларыңызша бөлсеңіздер болады. Бірінші қабатына салатты саламыз да, арасына фета сырын қоямыз. Қайтадан салат, қайтадан фета осылай алмастырып кезекпен салсаңыздар болады. Мен салатты терияки соусымен және де кунжутпен әсемдедім. Каналыма лайк басуды, тіркелуді, қоңыраушаны басуды, достарыңызбен бөлісуді, рецептерімді достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, менің рецептім бойынша осындай балғын салат әзірлеңіздер.